Айкөркем мен Сезім екеуі жан құрбы болады. Бір күні олар қаладағы үлкен ойын-сауық орталығына қыдыруға барады. Көшеде әдемі шамдар жанып, адамдар серуендеп жүр екен. Қарашы, қандай әдемі қала! Екеуі қаланы аралайды. Бір кезде Сезім жаңа ойыншық дүкеніне кіріп кетеді де, Айкөркем Сезімді байқамай қояды. Сезім? Айкөркем? Айкөркем? Сезім, мені ұмытып кетті. Мені тастап өзі кіріп кетті дүкенге. Сезім енді менің құрбым емес. Айкөркем! Айкөркем! Айкөркем, тоқташы! Мен енді сенің құрбың емеспін. Айкөркем, мені кешірші. Мен сені байқамай қалыппын. Шын сөзім. Жоқ, ренжімін. Мен шынымен білмей қалдым сенің дүкенге кірмегеніңді. Бірақ мен сені ұмытпай мынадай сыйлық алдым саған. Сезім, сен де кешір мені. Мен дұрыс түсінбей қалдым. Әрине, құрбым. Ей құрбым, менің каналыма тіркел, әйтпесе ренжім саған.